Ассалаумағалейкум. Мына алтын қоңыз, мына ұшқат деген ағаш. Ұшқат дейтін аталатын себебі, мына үш мынандай діңнен тұрады, барлығы сондай. Одан көп болмайды. 9 қат деген түрі бар, ол мүлдем бөлек болады. Одан жаңа қамшының сабын жасаса болады. Ал мына ұшқат, мына жапырағы емдік, мынау ұшқаттың жапырағын жеп жатыр. Жақыннан көрсетші. Мына қоңыздар осындай. Оның емдік қасиеті ерлердегі простатитке. Естімеген елде көптеген бар. Бірақ жаңа алтын қоңыз деп YouTube-қа жазсаңыздар шығады, қандай емдік қасиеті бар, қаншама адамдардың отықтар дегендей, жаңағы бұны қалай қолдану керек деген сияқты халық емі алтын қоңыз деп жазсаңыздар шығады. Мынау толық түсіндірмесі бар. Бұл жаңа майский жук деп жатады. Сол осы алтын қоңыз осы.